Құрметті кандидат, жобаларды көрсету кезеңінен өту үшін сізге өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріп, 10 панельде орналасқан іріктеу кезеңдеріне өту қажет. Жобаларды көрсету батырмасын басу қажет. Жобаларды таныстырмас бұрын сізге тұтынушы келісімін мұқият оқып, қабылдау керек. Тұтынушы келісімін қабылдай отырып, сіз мынадай деректермен келісесіз. Іріктеу кезеңі кандидат таңдаған мемлекеттік немесе орыс тілдерінің бірінде аудио-видео жазбамен өткізіледі. Шарттардың, уақыттың, нәтижелерді есептеудің және жоба мазмұнының стандарттылығы қамтамасыз етіледі. Кандидат басқа тұлғаларды қатыстырмай өз бетімен орындайды. Іріктеу кезеңінен өту кезінде дыбыс және кескін сапалы болуы тиіс. Кандидат тіке қарап отыру керек. Бөтен адамдармен сөйлесуге, орнынан тұруға және өз беделіңізді түсіретін іс-әрекеттер жасауға тыйым салынады. Бөгде адамдардан қандай да бір заттарды қабылдауға және беруге тыйым салынады. Веб-камераны жабуға, бұруға, өшіруге, микрофонды сөндіруге тыйым салынады. Жобаны таныстыруға бөлінген уақыт өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде жабылады. Сіз пайдаланатын компьютердің техникалық мүмкіндіктеріне, интернет жылдамдығына кемінде 5 мегабайт секундына өзіңіз жауапты боласыз. Ескерту: браузердің сайтын терезесі жиырылған немесе жабылған жағдайда іріктеу кезеңі автоматты түрде аяқталады. Жобаны көрсету барысында өзге бағдарламалық жасақтамаларды, оның ішінде мессенджерлерді, WhatsApp, Telegram және тағы басқасын пайдалануға тыйым салынады. Тағы да ескерту: бағдарламалық жасақтаманың өзге түрлерін, мессенджерлерді пайдаланған жағдайда іріктеу кезеңі автоматты түрде аяқталады. Жобаны көрсету барысында кез келген цифрлық тасығыштардың, соның ішінде ұялы телефондар, басқа электронды жабдық және басқа да ақпарат көздері көмегімен жұмыс үстелінде фото және видео түсірілім жүргізуге тыйым салынады. Тек Chrome браузерін пайдалану, ал презентациялар тек PDF форматында жүктеледі. Ұйымыңыздың ақпараттық қауіпсіздік қызметі бұғаттап қою ықтималдығына байланысты желілік интернетті жұмыс орнында пайдаланбау. Осы тұтынушы келісімінің шарттары мен кезең нұсқаулықтары бұзылған жағдайда кандидат шеттетіледі. Іріктеу нәтижелері жойылады. Осы кезеңді қайта өтуге жол берілмейді. Тұтынушы келісімін қабылдайтыныңызды растауды сұраймыз. Сіз нұсқаулықты оқып, жобаларды көрсету кезеңімен өтудің видео нұсқаулығын қарай аласыз. Нұсқаулық мынадай ақпаратты қамтиды. Сізге өзіңіз дайындаған жобаны жүктеу және оны 5 минут ішінде онлайн платформада көрсету керек. Жоба көрсетілімін дайындау үшін сізге мыналарды орындау қажет. Өзіңіз таңдаған қызмет бағыты бойынша және ағымдағы ахуалды талдаудың негізінде қазіргі нақты проблеманы сипаттау. Таңдалған проблеманы шешуге бағытталған өз идеяларыңызды немесе ұсынымдарыңызды ұсыну. Сіздің идеяларыңызды немесе ұсынымдарыңызды іске асырудан күтілетін оң нәтижені көрсету. Жоба көрсетілімін рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар. Көрсетілім PDF форматындағы 5 слайдтан аспауы тиіс. Слайдтағы мәтін қысқа әрі түсінікті болу тиіс. Arial немесе Times New Roman шрифті ұсынылады. Мәтін үшін шрифт өлшемі кемінде 16, тақырыптар үшін кемінде 20 кегіл. Жобаны видеода көрсету үшін сізге тұтынушы келісімімен мұқият танысу және оны қабылдау, нұсқаулықты толық оқу және жобаларды көрсету кезеңінің видео нұсқаулығын қарау. Дайын тұрған көрсетілімді жүктеу. Видеокамераны сондай-ақ дыбысты сынап көру. Жобаны көрсетуді жазбаға түсіруді бастау қажет. Сіз видео таныстыруды бастағаннан кейін уақытты көре аласыз. Таймер арқылы. Сіз өз көрсетіліміңізді видео таныстыру кезінде көріп отыратын боласыз. Сіздің нәтижеңіз жеке кабинетте 20 қарашаға дейін жарияланатын болады. Жобаны көрсету кезеңі
22 қазаннан бастап 26 қазанда Нұр-Сұлтан қаласы уақыты бойынша сағат 23:59-ға дейін қолжетімді. Сізге сәттілік тілейміз.